Сәлем достар, бүгін біз күріш суының пайдасы жайлы айтатын боламыз. Каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажетті заттармен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Күріш жеп отқан кезде ағзаңыздағы токсиндер сыртқа шығады. Күрішке қарағанда оның суының пайдасы мол. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді, артериялық қысымды ретке келтіреді. Күріш суы В, С, Е дәрумендерінен және минералдардан тұрады. Бұл құрам теріні жұмсартады. Күріш суы ағзаңыздың ішкі энергиясын босатады, тері мен шаштың жағдайын жақсартады. Зат алмасуды жылдамдатады, ағзаны уытты заттардан тазалайды. Сусыздануды жеңуге көмектеседі. Бет терісін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Буындарыңыздың сықырлағаны қойып, тырнағыңыз қатайып, шаштарыңыз жылтырай бастайды. Күріш суын қалай қолдану керек? Асқазан мен ішек аурулары кезінде ыдысқа 2 стакан су құйып қайнатыңыз. Содан кейін оның үстіне 2 шай қасық күріш қосыңыз. Сосын қайнатпаны суытып сүзіңіз. Бұл сұйықтықты баланың іші өткенде де қолдануға болады. Арықтау үшін ішкіңіз келсе, таңертеңнен бастап аш қарынға ішкеніңіз жөн. Бұл ағзаға энергия беріп, тазартады. Суда тұрған күріш ағза үшін мықты энтерсорбент болып табылады. Ол буындар мен несеп жолдарынан ауыр тұздарды шығарады. Осы тазару кезінде майлы, ащы, калория мөлшері көп азық-түлікті пайдаланбаңыздар.